Ай мектеп. Алан аға, далаға шығып ойнасам бола ма? Жоқ, болмайды. Үйде болғаның дұрыс. Тиетін суық ақыры тиіп қойды ғой. Бұдан қатты ауырып қалмаспын. Данажан, ауруды асқындырып алмау үшін суықтан сақтанып емделу қажет. Аға, ал мүлде ауырмаудың амалы бар ма? Бар, ауырмау үшін иммунитетті күшейту керек. Ол қалай? Адамда ауруға шалдықтыратын түрлі вирустар көп. Адам бойында сол вирустарға қарсы тұратын аурудан сақтайтын қасиет бар. Соны иммунитет деп атайды. Адамның иммунитеті неғұрлым күшті болса, оның денсаулығы соғұрлым жақсы болады. Иммунитетті күшейту үшін ең әуелі дұрыс тамақтану қажет. Яғни, денсаулыққа пайдалы, дәрумендерге бай тағамдарды таңдап жеу керек. Сонымен қатар, денені шынықтыратын жаттығулар иммунитеттің қорғаныс қабілетін күшейтеді. Ауруларға қарсы алдын ала егілу де денсаулықты сақтауға септігін тигізеді. Сондай-ақ, тазалық сақтау өте маңызды екенін естен шығаруға болмайды. Қолды жиі-жиі жуып, лас жерден аулақ болып, айналаны таза ұстау керек. Түсінікті. Денсаулығымыздың мықты болуы көп жағдайда өзімізге байланысты екен ғой. Мен енді бұдан былай дұрыс тамақтанамын. Тазалықты да сақтаймын. Дене шынықтырумен де тұрақты айналысуға тырысатын болам. Дұрыс, Дана. Жаттығулар жүрек пен өкпеге күш береді. Сонымен бірге, жаттығу кезінде сақ болу да маңызды. Қалайша? Денең қатты қызып, жүрек соғысы жиілеген кезде, жаттығуды бірден тоқтатпай, денені жайлап суытып, жүрек соғысы қалпына келгенше, қозғалысты бірте-бірте бәсеңдеткен дұрыс. Алқынып тұрып су ішуге болмайды. Қалыпқа түскенше күткен жөн. Әрі, желден сақ болу керек. Онда желді, жаңбырлы күндері дене шынықтырумен айналыспаған дұрыс шығар? Жоқ, ауа райы жаттығу жасауға бөгет емес. Жаңбырлы күні жаттығуды үйдің ішінде музыка қосып қойып жасаған жақсы. Қатты терлепсің ғой? Иә, көрпе жамылғаннан шығар. Терлегенің жақсы болды. Тер дегеніміз денедегі ерекше бездерден бөлініп, тері арқылы сыртқа шығатын ағзаға керексіз зат. Оның шыққаны денсаулыққа пайдалы. Мен ауырып қалуымның себебін білдім. Кеше дене шынықтыру сабағынан шөлдеп шығып, бірден суық су ішіп едім. Данажан, бұдан бұлай олай істемейсің ғой. Жоқ. Сен жазылған соң саябаққа барамыз. Мен онда дәрімді уақытылы ішіп, тезірек жазылуға тырысам. Қайталайық. Денсаулық. Адам бойында вирустарға қарсы тұратын, аурудан сақтайтын қасиет бар. Оны иммунитет деп атайды. Адамның иммунитеті неғұрлым күшті болса, оның денсаулығы соғұрлым жақсы болады. Иммунитетті күшейту үшін ең әуелі дұрыс тамақтану қажет. Денсаулыққа пайдалы, дәрумендерге бай тағамдарды таңдап жеу керек. Сонымен қатар, денені шынықтыратын жаттығулар иммунитеттің қорғаныс қабілетін күшейтеді. Ауруларға қарсы алдын ала егілу де денсаулықты сақтауға септігін тигізеді. Сондай-ақ, тазалық сақтау өте маңызды екенін естен шығаруға болмайды.
Қолды жиі жуып, лас жерден аулақ болып, айналаны таза ұстау керек. Жаттығулар денені сергек әрі шымыр етуге көмектеседі. Қан айналымын реттейді. Жүрек пен өкпеге күш береді. Бұлшық еттерді ширатып, сүйектердің қозғалысында реттейді. Дене шынықтыру көңіл күйдің де көтеріңкі болуына көмектеседі. Жаттығу кезіндегі қауіпсіздік шарасы. Денеге бірден көп күш түсірмей, жеңіл жаттығулардан бастап, денені қыздырып алу керек. Денен қатты қызып, жүрек соғысы жиілеген кезде, жаттығуды бірден тоқтатпай, денені жайлап суытып, жүрек соғысы қалпына келгенше қозғалысты бірте-бірте бәсеңдеткен дұрыс. Алқынып тұрып, су ішуге болмайды. Қалыпқа түскенше күткен жөн. Әрі желден сақ болу керек.